Баршаңызға сәлем достар, сіздермен бірге Дара KZ. Бүгін мен сіздерге бір жаңашыл бағдарламаның түрін көрсеткім келіп тұр. Ол бағдарлама ZipGrade деп аталады. ZipGrade бағдарламасы бір тиімді жағы өте оңай жұмыс жасалынады, және жаңағы үй тапсырмасын сұрауда, өткен сабақты бекіту үшін сұрақтарды бергенде жауаптарды осындай бланкке жаза отырып, оқушылардың жауабын осы бағдарлама өзі тексеріп береді. Ендеше бұл бағдарламамен қалай жұмыс жасау керектігін көру үшін каналға жазылып, видеоны соңына дейін қараңыздар. Ендеше бастайық. Play Marketке осы ZipGrade деп жазып, сол бағдарламаны өздеріңізге скачать етіп алыңыздар. Осындай жасыл түсті галочкада тұрады. Содан соң кіреміз. Кірген кезде төменгі жақта New Quiz деп тұр, жасыл түсте, міне плюс қойылған. Сол батырманы басамыз. Яғни жаңа сұрақтарды құрастыру. Name деген жерге пәніңіздің атауын жазасыз. Мысалы қазақ әдебиеті дейік. Қазақ әдебиеті. Ал мынау екінші бағанға Answer Sheet деген жерге сіздер 20 сұрақ құрастыра аласыздар, 50 сұрақ және 100 сұрақ. Мен сіздерге мысал ретінде қазір 20 сұрақты құрастырып көрсетемін. 20 деген таңдаймыз. Бүгінгі дата жазылып тұр, яғни 2022 жыл 3 наурыз. Енді Save деген жасыл жазудағы батырманы басамыз. Енді біз осы сұрақтардың дұрыс жауабын құрастырып алуымыз керек. Сол дұрыс жауаптарды құрастырған кезде ZipGrade бағдарламасы сіздердің жаңағы бланктеріңізді автоматты түрде тексере алады. Ол дұрыс жауаптарды сіздер өздеріңіз жасайсыздар. Ең алдымен ол үшін мына Edit Key деген жасыл батырманы басамыз. Edit Key. Енді дұрыс жауабын өздеріңіз белгілеулеріңіз қажет. Мысалы мен былай белгілеймін. Бірінші 5 сұрақ А жауабы, одан кейін В. Енді сіздер барлығын А жауабын қылып, немесе барлығын араластырып істеулеріңізге болады. Мен мысал ретінде осылай істедім. Енді артқа қарай мына стрелканы басамыз. Міне бізде мына Edit Keyді қайтадан басып қарасаңыздар, сіздердің дұрыс жауаптарыңыз тұр. Назадты басамыз. Осы мен сіздерге видеоның басында көрсеткен бланкты шығару үшін міне мына жерде 20 question form деген жерінде распечатканы сурет тұр, жасыл түсті ксерокопияны, соны басамыз. Міне басқан кезде ZipGrade'дің бланкі шығады. Осы бланкты сіздер WhatsApp арқылы біреуге жіберіп, немесе Telegram арқылы жіберіп алып, өздеріңізге сақтап, распечат ете аласыздар. Мен WhatsApp арқылы жіберіп, одан кейін распечат етіп алдым. Осы батырманы бассаңыздар, бланк сіздерге скачать етіледі. Енді бланк бізге шықты. Бланкты тексеру үшін сіздер айтпақшы жауапты сұрақты тақтаға қоюларыңызға болады. Интерактивті доска арқылы. Мысалы, бірінші сұрақ: Ахмет Байтұрсынов қай жылы өмірге келді? А, В, С, Д, Е жауабы бойынша өздеріңіздің нұсқаларыңызды жазып шығасыздар. Оқушы мысалы В жауабын таңдайтын болса, бланктегі В жауабын белгілеп шығады. Мен қазір мысал ретінде сіздерге көрсетейін. Оқушылар белгілеп болғаннан кейін жауаптарды сіздер Scan Papers деген фотоаппараттың сурет тұрған батырманы басасыздар. Жасыл батырманы, Scan Papers дегенді. Міне бастық. Енді әріптестер, мұқият осы жерде қарап алсаңыздар, мына жерде бланкке оқушы аты жөнін жазады, name деген жерге. Одан кейін оқушылар белгілеп бастайды. Мысалы, А жауабы дұрыс десе, осы бағанды белгілейді. В жауабы десе, осы бағанды белгілеп шығады. С жауабы десе, мына жердің жауаптарын белгілейді. Енді бірінші сұрақты осы аралықта жауап береді. Екінші сұраққа осы жерде жауап береді. Одан кейін оқушы мысалы барлығын белгілеп болды. Кәдімгідей дөңгелек ұяшық етіп белгілейді. Жауап беріп болған соң, мына қараны көріп тұрсыздар ғой. Осы қара және мынау қараны сіздер телефонға сканерлегенде осы жерге былай қоюларыңыз қажет. Міне жасыл түс жану керек. Дұрыстап қою керек. Міне бізде жауап шықты. Дана деп тұр, аты жөні көріп тұрсыздар ма? Міне жоғарыда Дана. Quiz name, пәннің атауы қазақ әдебиеті. 20 сұрақтан бір сұраққа ғана дұрыс жауап берген. 5% көрсетіп тұр оқушы. Енді оқушының жұмысын қай жерде қате кетті, қай жерде дұрыс еместігін көру үшін мына жасыл батырма бірінші тұрған Change Student дегенді басамыз. Міне Дананың жауаптары шықты. Бірінші сұраққа дұрыс жауап берген, екінші сұраққа дұрыс емес жауап берген, қалған барлық сұраққа дұрыс емес жауап берген. Дұрыс жауап болса, ол жасыл түсті көрсетеді, ал егер дұрыс емес жауап болса, экранда көріп тұрғандарыңыздай қызыл түсті болып шығады. Сурет ретінде тексере аласыздар, немесе questions дегенді басып, міне жауабын осы жерден көре аласыздар. Бірінші сұрақта С вариантын берілген дұрыс. Екінші сұрақ дұрыс емес, ары қарай дұрыс емес жауап берген. Енді қайтадан назадты басамыз. Мысалы, Дана, мен бланктен қате кеттім, басынан жұмыс жасауым қажет десе, онда Change Student жәндегі екінші Eraser Paper деген батырманы басамыз. Яғни қателік кетті, жаңасын тексеру деген батырма. Қайтадан жасылға сәйкестендіріп алып келеміз. Міне Дананың жұмысын, мысалы, жаңа жасаған жұмысын осылай тексеруге болады. Назадты басамыз. Барлығы түсінікті болды деп ойлаймын. Қайтадан көрсетіп өтейін. Сіздер пән ашу үшін New Quiz деген батырманы басып, жаңа сабақтарыңызды енгізе бересіздер. Мысалы, мен қазақ тілі деген пәнді енгіздім, міне көріп тұрғандарыңыздай. Edit Key, яғни жауап нұсқаларын мен А, В, С, Д, Е, Е, Д, С, В, А деп осылай белгілеп шықтым. Ал сол жұмысты мысалы тексеру үшін Scan Paper дегенді басамыз. Мынау көріп тұрғандарыңыздай
мына жер осылай, дәл осылай жасыл түс болып тұру керек. Және мына төмендегі осылар жасыл түс болып сәйкес келуі керек. Міне Дана 3 сұраққа дұрыс жауап берді. Тақтадағы сұраққа қарай, мысалы Дана жауап беру керек. Міне, мысалы новый бланкта дәл осылай оқушының атын жазады, датасын жазбай қойса болады, өйткені дата автоматты түрде жазылып тұрады. А сұрағы дұрыс, А жауабы дұрыс десе, осы бағанды белгілейді, В десе осы бағанды белгілеп шығады. Және тексеру үшін біз бірінші қайталап айтамын, change student деген батырманы басамыз. Ал егер қате кетіп новый бланк беріп оқушыға қайтадан тексеретін болсаңыз, онда erase the paper. Дананың жұмысын қайтадан erase the paper арқылы тексере аласыз басынан. Міне әріптестер, осындай бір мен үшін жаңа бағдарлама болды, ZipGrade бағдарламасы. Сіздердің де пәндеріңізге мүмкін сәйкес келіп, сабақты қорытындылау үшін, өткен сабақты бекіту үшін, жаңа сабақты сұрау үшін осындай тест алып жатсаңыздар, ZipGrade бағдарламасы сіздер үшін автоматты түрде барлығын тексеріп береді. Тек қана 20 сұрақ емес, 50 сұрақта шығара аласыздар, 100 сұрақта шығара аласыздар. Бір жақсы жері осындай. Әсіресе менің ойымша үлкен сыныптарға тіптен керемет бағдарлама сияқты. Назарларыңызға рахмет, барлықтарыңызға сәттілік тілеймін. Видеоны соңына дейін көргендеріңізге үлкен рахмет.